Ассалаумағалейкум қазақтарым. Соңғы кезде қазақтың ырымы деп мына шайтан зомби қылып тастаған біздің сопылар шайтанның шығарып берген ертегісін халыққа таратып, интернетке таратып, халықта тастыруда. Олар айтады, егер кәрі жілікті үйдің есігінің босағасына іліп қойсаң, ол кәрі жілік үйді, сенің мал мүлкіңді қарақшылардан, ұрылардан аман сақтайды деп дейді. Бұл деген шайтанның ертегісі болып табылады, сенбеңіздер. Өйткені ол жаман шіріген сүйек, ол қалай адамдардан, қарақшылардан аман сақтайды. Ол жаман шіріген сүйек өзін өзі көмектесе алмайды. Егер оны итке тастасаң, ит жеп қояды оны. Ол балғамен бір персең сынып қалады. Ол жаратушы жасаған еден көмек сұраудың орнында мына сопылар шірік жасап, қайдағы жоқ жаман шіріген сүйекті соған сендіртіп, соған құлшылық өткізуде.